Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 44-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 1. Check the meaning of the adjectives on page 81 of the workbook. Which four words describe appearance? Which are opposites? Тапсырма бойынша біз қорапшаның ішіндегі сөздерді екі топқа бөліп жазып шығамыз. Яғни personality бұл жалпы тұлға туралы, appearance сыртқы келбет. Тапсырма бойынша бізде 4 сөз, ол сыртқы келбетті білдіреді. Ол қай сөздер, соны табуымыз қажет. Және сол сын есімдердің қарама-қарсы түрлерін жазып шығуымыз қажет. Мысалы friendly, unfriendly. Яғни friendly сын есім, оған қарама-қарсы ол unfriendly. Дәл осылай жазып шығамыз. Егер сіздер осы сын есімдердің аудармасын, мағынасын білмесеңіздер, жұмыс дәптеріндегі 81-ші бетте осы сын есімдердің мағынасы, аудармасы көрсетілген. Бізде 4 сөз сыртқы келбетті білдіреді екен, яғни appearance, fair, dark, short, tall. Яғни fair ақшылдау, dark қаралау, яғни темный, short қысқа, tall ұзын. Бұл сын есімдер адамның сыртқы келбетін білдіреді. Енді қарама-қарсы сөздермен оқып шығайық. Бірінші horrible, қорқынышты, nice, жақсы. Екінші young, old. Young дегеніміз жас, old кәрі. Келесі friendly, unfriendly. Friendly досшыл, unfriendly досшыл емес. Келесі fair, dark. Ақшыл, қараңғы. Келесі short, tall. Қысқа, ұзын. Exercise number 2. Choose 2 adjectives for each of the people in photos 1 or 6. Төменде 1-ден 6-ға дейін берілген суреттердің әрқайсысына 2 сын есімнен жазып шығыңыз дейді. Яғни әр кейіпкерді сипаттау үшін 2 сын есімді таңда дейді. Бізде біріншісі мысал ретінде келтірілген 1-де tall, short, dark, fair деген сөздер берілген. 1-де бізде short and dark. Яғни бірінші суретке қараймыз. Қыз қысқа бойлы short және қара шашты dark. Енді екінші суретке қараймыз да 2-де берілген сөздерді қарап шығамыз. Young, old, nice, horrible. Young жас, old кәрі, nice жақсы, horrible қорқынышты. Бұл жерде біз old and nice деген сөзді аламыз. Old кәрі және жақсы. Үшінші суретті қараймыз және 3-те берілген сөздер friendly, unfriendly, dark. Досшыл, unfriendly, досшыл емес, dark, қара. Бізде 3-те friendly and dark болады, яғни досшыл және қара шашты. 4-ші суретке қараймыз және 4-те берілген сөздер tall, short, dark, fair. Tall ұзын, short қысқа, dark қара, fair ақшыл. Бізде tall and fair болады. Tall яғни ұзын бойлы, fair ақшыл шашты. 5-ші суретке қараймыз және 5-те берілген сөздер nice, noisy, young. Nice жақсы, noisy шулы, young жас. Бізде 5-те noisy and young болады. Яғни noisy шулы, young жас. Енді келесі 6-ші суретке қараймыз. 6-да берілген сөздер quiet, good looking, old. Quiet тыныш, good looking әдемі, old кәрі. Біз 6-ші суретке quiet and good looking деген сөздерді аламыз. Quiet тыныш және әдемі. Exercise number 3. Look at the information about the TV program and look at the interviewer's notes with the answers to the questions. Тапсырма бойынша телебағдарлама туралы ақпаратты қарау қажет, және де сұхбат берушінің жазбаларын қараңыз дейді. Төменде көрсетілген сұрақтарға жауап жазуымыз қажет. Жаңағы көрсетілген сұрақтарға біз осы суретті қарап жауап беруіміз қажет. Бірінші сұрақ, where are they from? Олар қай жақтан?
Сұраққа жауап береміз. Maybe they are from New York. Олар Нью-Йорктан шығар. Екінші сұрақ. How many children have they got? Олардың қанша бала шағасы бар? They've got 12 children. Олардың 12 бала шағасы бар. Is the house very quiet? Үй өте тыныш па? No, I don't think so. Жоқ, мен олай ойламаймын. Төртінші сұрақ. Has Mr. Lewis got a job? Луис мырза жұмыс тапты ма? Я, бар шығар. Бесінші сұрақ. Have they got any pets? Олардың үй жануарлары бар ма? Жауабы no, they haven't. Жоқ, оларда үй жануары жоқ. Алтыншы сұрақ. Have the children got different rooms and beds? No, they haven't got a different rooms, but they've all got different beds. Олардың әртүрлі бөлмелері жоқ, бірақ әртүрлі төсектері бар дейді. Жетінші сұрақ. Is Mrs. Lewis from a big family? I'm not sure. Mrs. Lewis үлкен отбасынан шыққан ба? Мен олай ойламаймын. Сегізінші. How old are the children? Балалар неше жаста? The baby is 1 month and old and the oldest is 20. Сәби 1 айлық, ең үлкені 20 жаста деп ойлаймын. What adjectives describe the children? Serious, noisy, friendly. Exercise number 4. Listen to the program. Which questions from exercise 3 do you hear? Бағдарламаны тыңдау қажет. Үшінші жаттығудың қандай сұрақтарын естисіз дейді. Біз бағдарламаны тыңдағаннан кейін үшінші жаттығуда берілген сұрақтардың ішінен екінші сұрақ, төртінші сұрақ, бесінші сұрақ, алтыншы және сегізінші сұрақтар естілді. Exercise number 5. Listen again and write the answers to the questions you hear. Бесінші жаттығу бойынша бағдарламаны қайтадан тыңдап, қойылған сұрақтарға қандай жауаптар айтылды, соны жазып шық дейді. Екінші сұраққа they've got 13 children. Төртінші сұрақ yes he has. Бесінші сұрақтың жауабы no they haven't. Алтыншы сұрақтың жауабы no they haven't got a different rooms but they've all got different beds. Сегізінші сұрақтың жауабы the baby is 1 month and old and the oldest is 19. Exercise number 6. Write sentences about people in the box using adjectives from exercise 1. Бұл жаттығудың тапсырмасы бойынша бірінші жаттығуда көрсетілген қораптардың ішіндегі сын есімдерді пайдаланып, қораптағы адамдар туралы сөйлемдер жаз дейді. Мысал келтірілген сөйлемдерді оқып шығамыз. Біріншісі my friend Radek is tall and dark. Екінші my grandmother is old. Үшінші my uncle Titar is fair. Төртінші my cousin Diana is dark. Бесінші my mother is nice. Алтыншы сингер Димаш Құдайберген is young.